нұрланған жігіт енді қазір кемелденіп кетті. Енді қараса, оның әйелі қайда, оның Тимур атты баласы туралы неге айтылмаған? Президент айтты, мен айта берем, бірақ сендер өздерің білетіндей істей беріңдер деп. Олардың барлығы ойлап жүр, Қасым-Жомарт Тоқаевқа аудитория ашқан екен. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қасым-Жомарт Тоқаев алғаш президенттік таққа отырғаннан кейін қол астындағы шенеуніктерге өздерінің жұмыс кабинетінде менің портретімді ілмеңдер, маған жағымпазданбаңдар деген сөзді айтқан болатын. Бұл сөзге халық біршама сүйсінді, бірақ бұндай сөзді бұрын Назарбаевта айтқан талай. Бірақ Назарбаев, бізді білеміз, биліктегілердің сөзі басқа, ісі басқа. Кейіннен сол Назарбаевқа жағымпазданғандардың көпшілігі жақсы қызметтерге отырды, марапаттар алды. Сондықтан бүгінгі жүйеде жағымпаздардың күні туып тұр десек, оны артық айтқан емес. Ал осы жылы бұрын елге етене таныс емес Кемел Тоқаевтың, яғни Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесінің мерейтойының дүркіреп өтуі, мынау елде Кемел деген атпен көптеген он болсын, кітап болсын, осындай адамға табыну, дәріптеу, осы үрдісі қатты белең алды. Ал жақында ғана Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Кемел Тоқаев атындағы аудитория ашылды. Осы жағдайларға байланысты мен бүгін осы еліміздегі ірі жоғары оқу орындарында қызмет еткен ғалым, тарих ғылымдарының докторы, ақиқатшыл азамат Есенғазы Қуандық ағамызға арнайы келдім. Себебі ол кісі ақиқатты сүйетін, ешқашан жағымпаздыққа бармаған, көптеген оқу орындарында жұмыс істесе де өзінің шындығын жоғалтпаған адам. Ол мынау Ерлан Сыдықов деген бұрын Шәкәрім атындағы университеттің ректоры болған. Сол кезде Назарбаевтың референдум арқылы өкілеттілігін ұзарту керек деп бастама көтеріп, Назарбаевтың көзіне түсіп, Астанадағы Евразия университетінің ректоры болған Ерлан Сыдықов қазір Тоқаев туралы арнайы кітап жазған. Осы кітапты оқып шыққан Есенғазы ағамыздың пікірін білу мақсатында мен Есенғазы ағамызға арнайы келдім. Ол кісінің ой пікірін назарларыңызға ұсынамын. Есенғазы аға, сізге мен алдын ала алғыс айтамын. Уақыт бөлгеніңіз үшін, маған сұхбат беруге келіскеніңіз үшін. Сізге арнайы келіп отырған себебім мынау еліміздегі жағымпаздықтың жайылып кеткендігі. Бұрын 30 жыл бойы Назарбаевқа жағымпазданғандар қазір бүгінгі биліктің астына аунап түсіп, осы билікке жағымпазданып жатыр. Яғни бұрын нұрланғандар қазір кемелденіп, осы көшеде болсын, жалпы түрлі сауда маркалары болсын, ұн болсын, кітап болсын, осы Қасым-Жомарт Тоқаевқа байланысты, соның атауына, соның әкесінің есімімен байланыстырып шығарып жатыр. Осыған байланысты сіз енді ұзақ жыл мынау жоғарғы оқу орындарында қызмет еттіңіз, жағымпаздыққа жаныңыз қас болды, көптеген ректорларды көрдіңіз. Ал сізге нақты айтардым, қазір қояр сұрағым. Жақында ғана бір ректордың кітабы шықты. Осы Қасым-Жомарт Тоқаев туралы. Дәл сол ректор бұрын Нұрсұлтан Назарбаевқа жағымпазданған. Осы кітап туралы, осы кітапты қарап шықтыңыз. Осыған байланысты өзіңіздің ой пікіріңізді айтсаңыз. Иә, Абзал, мынау тақырыбың өте ауыр тақырып. Бұл жай айтатын тақырып емес. Халқымыз мынау 30 жыл бойы Назарбаевтың жүйесі орнатып кеткен халықтың жаңағы ұлтымызға екі індет үйретіп кетті. Екі індет қазір мемлекетіміздің алқымынан алып тынысын тарылтып тұр. Ол біреуі жағымпаздықты, екіншісі сыбайластық. Ал енді бұл сыбайластық пен осы жемқорлықты, жағымпаздықты үдетіп, күшейтіп, соның арқасында өздерінің жеке басын күштеген, мәнсәбіз деген адамдар қаптап кетті. Олар мысалы университеттің ректорлары, сұмдық жастарға тәрбие беретін ректорлардың бұндай қылық жасауы кешірілмейтін нәрсе. Депутаттар, жазушылар, ақындар, мен өзім жақында шыққан кітабымда да жазған бұлардың жағымпаздық туралы. Енді менің айтарым, жаңа өзің нақты сұрақ қойдың ғой, осы 2-3 ай болды, мынау Мәскеуден жаңағы «Молодая гвардия» деген «Жизнь замечательных людей» деген серияменен жаңағы Ерлан Батташевич Сыдықовтың Евразия университетінің ректорының кітабы шықты. Бұл жігіт 30 жыл бойы ректор болған, анау Семейдікі менің жерлесім, тарихшы, бірақ өзінің тақырыбы ешкім білмейді, оның докторлығы жасаған. Бірақ ол Шәкәрімді зерттеген болып, Абайды зерттеген, Құнанбайды зерттеген болып жүр. Ал енді біз тарихшылар білеміз оның
шамасы қандай екенін. Екіншіден, ол анау 11-ші жылдары, анау 2006 жылдары нұрланған мына Назарбаевқа жағымпазданып, оның өкілеттігін ұзарту туралы президенттікі неше түрлі жаңағы мақтаулар айтып, мақалалар жазып әрекеттенген, яғни нұрланған жігіт енді қазір кемелденіп кетті. Енді қарасаңыз, осы кітабының аты Қасым-Жомарт Тоқаев политика, биография политика деп аталынады. Бұл 500 мың данамен шыққан, 458 беттен тұрады, 6 тараудан тұрады. Мен кітапты басынан аяғынан оқып шықтым. Әр бетінде 5-6-дан немесе 10 шақтыға дейін кейбір беттерінде Қасым-Жомарт Тоқаев аталынады. Ал енді бұл кітаптың 6 тарауға бөлінген кітапта мынау Қасым-Жомарт Тоқаевтың өмірбаяны туралы айтады да, өмірбаяны оның әкесінен бастайды, шешесі аталынады, өзі аталынады, бірақ оның семьясы, әйелі, оның баласы аталмайды. Сонда биография болғаннан кейін, ол тарих болғаннан кейін жұртты адастырмайтын адал болу керек, ақ болу керек, тура болу керек. Сондықтан бұл мынандай бар, жақсысын асырып, жаманын жасырып, немесе әлгі кемшілігін мынау жасырып отырған. Сонда бұл тарихқа қалай қиянат жасағандық болып табылады. Оның әйелі қайда, оның Тимуратты баласы туралы неге айтылмаған? Көрдіңіз бе? Бұл жерде айтылатын сөздер халық білет көбін. Сондықтан оны айтпай жасырып отыр. Бұл деген жағымпаздық. Енді қарасаңыз, бұл кітаптың жаңағы шығуында үлкен мақсат бар. Енді 30 жылға жуық ректор болды. Енді ары қарай өзінің мәнсабын жоғарылатқысы келді ме екен, әлде өз орнында қалғысы келді ме екен, міне дереу кезінде осылай жаңағы кітап шығара қойды. Енді шыққан кітаптың өзі бұл жерде мынандай бар. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 198 бабы бар. Сол 198 бабында мынандай норма бар. Мен енді соңын оқиын. Не авторлықты иемденіп алу, немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу заңмен қудаланады. Көрдіңіз бе? Сонда бұл кітапты жаңағы қос автор жазған. Оның біреуінің фамилиясы Сергей Селивестров деген, міне, өзінің қоластындағы тарихшы, оның қоластында істейді. Ал бұл қоластында істеген жаңағы жігіт орысша жазған кітап. Бұның нешінші бет екенін білмей, есімде жоқ, қазір бір бетінде жазылған. Мұрат Әуезов Омарханұлы деп. Ал енді Бәттәшев жазса, жаңағы кім, Ерлан жазса, ол енді Мұрат пен Мұхтардың кім екенін біледі ғой. Көрдіңіз бе? Сонда бұл кітаптың жаңағы 6 тарауының кім қай тарау жазғаны жазылмаған. Тек қана осы Селивестров өзі жазған бұл кітапты. Ал жаңағы академик Ерлан оған мінгесіп отырған. Значит, жаңағы 198 баптың жаңағы нормасын бұзып отыр. Значит, өзінің қоластындағы адамды мәжбүрлеп өзін қосып отыр. Көрдіңіз бе? Бұл жерде анық. Міне бұл жағымпаздықтың көкесі осы. Ал енді осыны оқыған, осыны көрген, оның маңайындағы адамдардың барлығы жағымпазданады. Жағымпаздану деген тура жолдан бұрылу деген сөз. Ақиқатты айтпау деген сөз. Бұл мемлекеттің қауіпсіздігіне үлкен зиян нәрсе. Сондықтан бұл ректорлар Қазақстанды жаңағы алға апарайын деп жүрген жоқ, өзінің жеке бастарын ойлайтын адамдар. Енді қарасаңызшы, анау 500 данаменен Москвадан шығару деген ол үлкен қаржы. Қазақстанның қаржысы сол жаққа кетті деген сөз. Ал ол және шығаратын адам, мысалы, ол мемлекет басшысы. Оған қандай қажеттілік келді оны мақтаудың? Көрдіңіз бе? Оның жеке басына. Енді тағы бір сорақысы жақында 4 қазан күні мынау ұлттық университеттің ректоры Түймебаев Жансейіт деген. Ол кісінің істемеген жері жоқ. Министрда болды, оқу образованиясында, білім министрлігінде, посолда болды, жаңағы президенттік аппаратта істеді. Сол кісі Кемел Тоқаевқа, Назарбаевтың Қасым-Жомарттың әкесіне туралы кітап жазды, аудитория ашты. Ол аудиторияның қажеттілігі қанша? Ол адам өмірден баяғыда өтіп кетті. Егер ол достойный жаңа қажет болса, ол баяғыда ашылу керек. Ал бұл жерде ана Сыдықовтан қалмаудың бәсекесі
бұл да аудитория ашып жаңағы сонда айтқан сөзі мынау. Шынында дейді, тыңдап алыңыздар, мен сөз келтіремін. Шынында ол кісі халықаралық дәрежедегі жаңағы біріккен ұлттар ұйымында істеген сенаттың төрағасы болған, үкіметті басқарған, қазір мемлекет басшысы Кемел Тоқаев бір аунап түсіреді. Осыны естісек. Филология ғылымының докторы, профессор, академик Түймебаевтың сөзі осы. Ол өзінің диссертациясын жазған кезеңде барлық халықаралық дәрежеде, біздің елімізде де ең бірінші ғылыми жетекшісі деген жазылады диссертацияның сыртына. Бұнда ғылыми жетекші жоқ, өзін-өзі жетекші болған. Бұның бір мақаласы жоқ. Бұл түрік тілінің сөздігі туралы диссертация қорғаған. Ол түрік тұрмақтың қазақтың тілін жөндеп сөйлеп түсінбейді. Ал енді осыны оқыған студенттер, ана Казгудың бәленбай 1000 студенті не дейді? Олар Кемел Тоқаевтың кім екенін де білмейді. Олардың барлығы ойлап жүр, Қасым-Жомарт Тоқаевқа аудитория ашқан екен. Вот міне мәселе қайда. Біздің қоғамда шіріген соншалықты, міне жас ұрпақтың өзін жаңағыдай дәрежеге жеткізіп отыр. Сондықтан қазақтар, ойланыңыздар, бұндай бассыздықты, бұндай әділетсіздікті, бұндай жағымпаздықты жою керек. Барлықтарыңыз атсалысыңыздар, өйтуге болмайды. Міне екі ректорда орны лайық емес. Мен оны қызғанып отырған жоқ, мен ректор болатын уақыттан өтіп кеттім. Және мен оны армандаған жоқпын. Ал мынандай ректорды қоймау керек. Оны оқыған студенттердің барлығы жағымпаз болып шығады. Әлгі мынандай бір қағида бар. Жаңағы 100 арыстанға қой басшы болса, 100 арыстанды қой болады. Ал енді 100 қойға бір арыстан бастаса, 100 қойда арыстан болады. Сонда ана ректор анандай болғаннан кейін оны оқыған кімдер болады? Міне, сондықтан бұл өте қауіпті нәрсе, мен айтамыз. Аға, сонда сіздің сөзіңізге қарасам, Алматыдағы, Астанадағы екі ірі университеттің ректорлары жағымпазданудан бәсекеге түсіп жатқан сияқты. Өйткені екеуі де еліміздегі ең ірі оқу орны болып саналады. Ал енді бірақ кезінде Назарбаев айтатын, маған жағымпазданбаңдар, мені мақтамаңдар, керісінше мені сынайтындар дейтін. Бірақ оған олай болған жоқ. Барлықтары жағымпазданды, жағымпазданғандар төрге шықты. Ал енді қазір Тоқаевта мынау 2019-да келген кезде айтқан сөзі бар. Менің портретімді жұмыс кабинеттеріне ілмеңдер, маған жағымпазданбаңдар, мені мақтамаңдар деп. Бірақ тыңдап жатқан ешкім жоқ. Жалпы жағымпазданғандар бұлар, жалпы біздің биліктегілердің сөзі басқа, ісі басқа екенін білеміз. Жалпы осы туралы айтыңыз. Жалпы осы іс-әрекеттер билік жағынан, яғни Ақорданың тарапынан, Тоқаев тарапынан мақұлданған ба, әлде жағымпаздардың өздерінің ұстанымдары ма, өздерінің бастамасы ма осы туралы? Тамаша сұрақ қойдың. Бұл мынандай жағдай. Біздің 30 жылғы Назарбаевтың жүйесінің істеп кеткен бұл дәстүрге айналған. Ол ондай сөзді кезінде Назарбаев та айтқан, мен мақтамаңдар, өйтіңдер. Ол жай айта салады. Бұл туралы мен сізге қазір бір нәрсе айтайын. Мен Алтынбек Сәрсенбаевпен бірге қызметтес болдым. Сонда Алтекең айтатын, президент айтты, мен айта берем, бірақ сендер өздерің білетіндей істей беріңдер деп. Көрдіңіз бе? Мен осы сөзді еш уақыт ұмытпаймын. Енді Алтынбек өтірік айтпайды ғой. Қазір Тоқаевта сөйтіп келген бетте күшейді. Өзінше адал болып, мен өлмеңдер, жеке басқатамын. Ол өзі жақсы көреді. Мысалы, енді қазір осы екі ректорды қарап тұр, әрі қарай тағы ректор болады. Тағы да жаңа ұзақ 30 жылдан ректор болды ғой. Енді ары қарай да ректор болады. Сол сияқты адамдар анау аппаратта істейтін маңайындағы адамдардың барлығы бір орыннан екінші орынға көшіріп отырады. Оның барлығы жағымпазданған. Кемелденген деген, көрдіңіз бе? Бұл Алла тағала қандай анау нұрланып, енді кемелденген қазақ деген ол мақтауға шебер ғой. Бұндай мақтаушылардың барлығын сіздер анау менің тәуелсіз тарихының ақиқат деген кітабым шыққан жақында. Абзал жаңағы реклама жасаған. Сонда талай депутаттардың, талай жаңа жазушылардың аты жөні бар. Не айтқандары бар. Қазір олар да билікте отыр. Мысалы, Сәбиланов деген депутат, уже неше жыл болды, 20 жыл депутат болды ма? Айтқан сөзін тыңдап көріңіздер сол кітапта, не айтқанын. Қазір өзінше күшейіп жүр. Енді осындай адамдар мемлекетті басқарып отыр. Мемлекет биліктің үш тармағы деген болады. Заң шығарады, атқарады, сот билігі.
кімдер отыр осы үш билікте? Түгел жағымпаздар отыр. Енді бұл қоғам ары қарай оңай ма? Оңбайды. Жағымпаздық деген бұл ең індеттің ауыры. Бұл қоғамды шіріген қоғамда ғана болады. Болды, басқа міне. Сондықтан мына билікті толығыменен жаңағы өзгерту керек. Халықтың демократиялық билігі, демос деген халық, кратия билік халықтың билігінен сөз. Сондықтан депутаттарды қайтадан сайлау керек. Халық сайлау керек оны. Сосын кейін бәрін тура жол көру. Сонда ғана жолдарың ашылады. Ақ жол сонда ғана болады. Сол айтар. Міне ардақты ағайын, ақиқатшыл ғалымның сөзі осылай шықты. Өздеріңіз пікір қосыңыздар, ой пікірлеріңізді жазыңыздар, арнаға жазыңыздар. Осында Есенғазы ағамыз сияқты ақиқаттан ауытқымайтын, елдің мұңын мұңдайтын, жоғын жоқтайтын, өзінің шындығын жоғалтпаған, яғни өзінің міндетін түсіне білетін, яғни тарихшы ретінде мына келер ұрпақты адастырмау үшін тарихтың дұрыс жазылуына себепкер болып жүрген, соған мақсат етіп жүрген осындай азаматтарымыз бар кезде, әрине біз үмітіміз өшпейді. Өйткені қаншама жағымпаздар көп болса да, жәркелештердің заманы туып тұрса да, әр кезде Есенғазы аға сияқты ақиқатшыл азаматтар болған. Ол саусақпен санарлықтай болса да, болған. Қазір де бар, алдағы уақытта да болады. Пікір жазыңыздар, ой қосыңыздар. Осы эфирді кеңінен таратыңыздар.